Ұлан ғайыр жері бар. Бабалар жазған ұлы тарихымен ұрпағы көз тіккен жарқын болашағы бар Қазақстан 21 ғасырдағы бейбітшіліктің бесігі әрі қауіпсіздіктің қалғаны. Жауласқанды жарастырып, тірескенді татуластыратын бітімгерлігі мен соғыссыз әлем жалпыұлттық идеясын насихаттауы соның айқын көрінісі. Бабаларымыз найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған ұлы даланың ұлттық ұланы елдіктің туын жықпай келеді. Сіздердің алдыңыздағы міндет еліміздің тыныштығын, Қазақстан азаматтарының құқығын, заңдылығын сақтау үшін, қылмысқа қарсы күресу үшін болады. Жалпы қарулы күштердің құрамындағы әскери ұйымретте керек болған жағдайда елдің шебін қорғау, отан үшін қан төгіп, жан аямай жұмыс істеп қорғап, шекарасын шегендеу мәселесі де қолдарыңызда болады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары көршілеріміз есін жия алмай жатқан тұста Қазақстан орталық Азияда бірінші болып ел қорғанысын қолға алды. Қоғамдық қауіпсіздікпен қатар түзеу мекемелеріндегі тәртіп мемлекет алдындағы маңызды міндеттердің бірі еді. Егемендік декларациясы жарияланғаннан кейін небәрі 26 күннен соң президент жарлығымен Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлері құрылды. Қиын кезеңдерді бастан общественной безопасности нашего государства. 2013 жылы мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ішкі әскері туралы заңына енгізілген өзгерістер мен толықтырулардың нәтижесінде әскерді басқару жүйесі бригадалық құрылымнан өңірлік басқару құрылымына өзгертілді. Бүгінгі таңда ұлттық ұланның бас қолбасшылығы жедел стратегиялық басқару органы болып табылады. Ал оңтүстік, орталық, батыс және шығыс өңірлік басқармалары Алматы, Қарағанды, Орал және Өскемен қалаларында орналасқан. Гвардияның құрамына Петропавл қаласындағы әскери институтта кіреді. Жалпы ұлттық ұланның құрылымдық бөлімдері еліміздің 19 қаласында қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Аймақтардың барлығында дерлік әскери бөлімшелері бар. Әскердің өңірлік құрылымдары ұлттық ұланның бас қолбасшысына бағынады. Бас қолбасшы өз құзыреті шегінде бұйрықтар, директивалар және өзге де құқықтық актілер шығарады. Құрылымдық бөлімшелер туралы ережені бекітеді. Терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимін қамтамасыз етуге байланысты міндеттерді айқындайды. Ұлттық ұланның жауынгерлік және жұмылдыру әзірлігін бақылайды.
Ұлттық ұланның құрамына келісім шарт бойынша қызметке алынған офицерлер, сержанттар мен сарбаздар және мерзімді қызметтегі әскерилер мен азаматтық қызметшілер кіреді. Қазіргі кезде әскердің жауынгерлік күші мен саны ұлттық қауіпсіздік стратегиясы талаптарына сай. Мемлекет әскерилерге Өскемен, Курчатов қалаларындағы стратегиялық аса маңызды объектілер мен арнайы жүктерді күзетуді тапсырды. Олардың қатарында тәуелсіздік тұмары төл теңгемізді басып шығаратын банкноттық фабрика, аз байытылған уран сақталған Өскемен қаласындағы үлбі металлургиялық зауыты, ядролық физика институты, атом энергиясы институты және Қазатом өндіріс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі нысандар бар. Бұған қоса 2009 жылдан бері Семей полигонында ядролық сынақтар жүргізілген алаңдар да ұланның бақылауында. Жалпы ұлан сарбаздары еліміздегі 11 стратегиялық және 3 маңызды мемлекеттік нысанды күзетеді. Ұлттық ұлан еліміздің ішкі тыныштығы мен құқықтық тәртібін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Күн сайын 5000-нан аса әскери, полиция қызметкерлерімен бірге 19 қалада қоғамдық қауіпсіздікті қадағалайды. Тәуліктің 24 сағатында жауынгерлік қызмет атқарады. Ұлттық ұлан жасақталғаннан бергі уақытта 13 мыңға жуық қоғамдық саяси және басқа да бұқаралық іс-шараларда қарауыл қылды. Атап айтқанда 5-ші Астана экономикалық форумы, әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі, 2010 жылы өткен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті, 2011 жылғы Азия ойындары, ТМД елдері басшылары кеңесінің және жоғары Еуразиялық экономикалық кеңесінің отырыстары. Сондай-ақ 2017 жылдың ақпанында Алматы қаласында болған 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада кезінде ұлан жауынгерлері қызметтерін абыроймен атқарып, дүбірлі доданың қауіпсіздігін қасқақпай қамтамасыз етті. Ал екінші ерекше шара 2017 жылдың 3 ай жазында Астанада өткен мамандандырылған Экспо 2017 халықаралық көрмесі. Оған әлемнің 115 мемлекетінен және 22 халықаралық ұйымнан делегациялар келді. Осындай ел өміріндегі елеулі оқиғаларда ұлттық ұланның жауынгерлері күндіз-түні қауіпсіздікті қадағалап, тыныштық жолында тыным таппай қызмет жасады. Универсиада кезінде жеке құрамнан 1200-дей әскери тартылды. Ал Экспо 2017 көрмесінде 1000 жауынгер қоғамдық тәртіпті қорғады. Жүйелі түрде жүргізілген жұмыстар нәтижесіз емес. Оған сандар айғақ. Соңғы жылдары көшеде болатын қылмыс саны 40%-ға дейін азайған. Антитеррорлық операциялар мен төтенше жағдайлар кезінде де ұлттық ұланның сардарлары мен сарбаздары сасқан жоқ. Сабырлықпен әрекет қылып, ел тыныштығын қызғыштай қорыды. Сонымен қатар, табиғи және техногенді оқиғалар болған жағдайда да жылдам әрі жүйелі әрекет қылды. Мәселен, Қарағанды, Ақмола, Солтүстік және Батыс Қазақстан облыстары мен Алматы қаласының Наурызбай ауданында су тасығанда ұлттық ұлан дабылмен көтерілген еді. Тұрғындарды дер кезінде эвакуациялауға, сондай-ақ ауылдардан арнайы апаттық құтқару топтарын құрып, жұртшылықты ақпараттандыру мен қауіпсіздендіру шараларын атқарды. Сарбаздарымыз жедел арада дамбалардың жиегіне құм салынған қапшықтардан бекіністер жасады. Бір сөзбен айтқанда, азаматтардың өмірі үшін арпалысты. Прапорщик мырза, метро күзет орнында ешқандай оқыс оқиға болған жоқ. 5-ші кет сақшысы ефрейтор Рамазан. Қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерін күзету де ұлттық ұланның бір міндеті. Жеке құрам сот мәжілістері мен олардың жылжымалы отырыстарын және сотталғандарды айдауылдау қызметтерін атқарады. Қарауыл сот ғимараттарында, автомобиль мен темір жолдарда жүргізіледі. Төтенше жағдайлар болғанда, ұлттық ұлан қорғаныс министрлігімен бірлесіп, аумақтық қорғаныс жүйесінің жекелеген міндеттерінде жүзеге асырады.
Ұлттық ұлан жауынгерлеріне жүктелген тағы бір міндет арнайы операцияларға қатысу, яғни ел аумағындағы қаруланған қылмыскерлер мен ұйымдасқан қылмыстық топтарды құрықтау. Жауынгерлер мұндай сынақтан да өтті. Ақтөбе облысының Шұбаршы ауылы мен Қарағанды облысының Балқаш қаласындағы түзеу мекемесінде ойран салған лаңкестерді ұстау және өзге өңірлердегі көптеген арнайы операцияларға қатысты. Тілге тиек етерлік жайт, барлық оқиғаларда жеке құрам өзінің қайсарлығын, қырағылығын және кәсібилігін танытты. Ауыр және аса ауыр қылмыстарда, диверсиялық оқиғаларда, террорлық акт кезінде, қарулы қақтығыстар мен тараптар тартысында атқа қонатын арнайы мақсаттағы жасақ Бүркіт. Олардың жігері жалын, жүрегі түкті, күші мағым. Қайда үрде болмасын, мемлекет атауының жанды тұсы, ол қорғаныс. Әсіресе қазіргідей алмағайып заманда. Қазақ әскері ТМД-ның үздік армияларының үштігінде. Әйтсе де ел үкіметі әскер әлін күшейтуді күн тәртібінен түсірген емес. Жауынгерлердің ұрыс дайындығын арттыруда түбегейлі өзгерістер іске асып жатыр. 2001 жылдың 22 шілдесінде Қауіпсіздік кеңесінің отырысында президент сол кездегі ішкі әскердің материалдық техникалық жарақтандырылуын жақсарту жөнінде үкіметке тапсырма берген болатын. Сол 2002-2005 жылдары жүзеге асқан реформалық бағдарламаның нәтижесінде қуатты әскер қалыптасты. Нақтырақ айтқанда, бірыңғай телекоммуникациялық жүйе жасалды. Ұрыс техникаларының паркі, қару-жарақтары мен байланыс құралдары жақсартылды. Жаңадан арнайы жасақ құрылды. Сонымен қатар әскерилердің әлеуметтік мәселелерде шешімін тапты. Келесі кезекте 2014-2016 және 2017-2019 жылдарға арналған әскерді дамыту бағдарламасы іске асты. Оның аясында мобильді, кәсіби дайындалған, заманауи қарулармен жарақтандырылған, әскери және арнайы техникалары үнемі әзір тұратын, тиімді әрекет ететін әскер қалыптасты. Жауынгерлік және жедел қызметтік іс-әрекеттерді арттыру мақсатында 2015 жылы ұлттық ұланның бас қолбасшылығында әскерлерді басқару орталығы, ал өңірлік қолбасшылықтарда жауынгерлік басқару орталықтары ашылды. Ақпараттық қауіпсіздік пен әскердің қызметтік жауынгерлік әрекеттерін автоматтандыру мақсатымен 2015 жылы Мақсат және Ақсу ақпараттық жүйелері іске қосылды. 2015 жылы артиллериялық дивизион мен минометті батарея құрылды. Қазіргі таңда еліміздің барлық өңірінде жекелеген отрядтар мен Бүркіт арнайы мақсаттағы бөлімдері жасақталған. Олардың басты миссиясы әскери барлау жүргізіп, заңсыз қаруланған топтар мен терроризмге қарсы күресу. Ерекше атап өтетін оқиғалардың бірі 2016 жылдың сәуірінде мемлекет басшысының қатысуымен Алматы облысының Заречный елді мекенінде ұлттық ұланның арнайы мақсаттағы жауынгерлік және әдістемелік дайындық орталығының ашылуы. Халықаралық талапқа сай келетін орталықта Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның әскерилері және өзге де күштік құрылымдардың мамандары кәсіби біліктіліктерін шыңдап келеді. Оның кереметтілігіне барлық күштік құрылымдардың қатысуымен өткен Қайсар 2016 кешенді оқу жаттығуында көз жетті. Сол жиын аясында ықтимал жауды ықтыруда әскерилердің ұжымдаса әрекет етуі пысықталды. Вы наследники славных героических традиций старших поколений народа. Родина доверила вам дело особой важности. Зорко стоять на страже интересов государства, быть надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности нашей республики. Кең жерде тар отырсаң, тар жерде кең отырарсың деген қағиданы ұлттық ұлан берік ұстанады. Соңғы 10 жылда бұл құрылым 1200-ден астам оқу жаттығу жұмыстарына, оның ішінде 100-ге жуық халықаралық және республикалық жиындарға, 700-дей арнайы тактикалық жаттығуларға қатысқан.
жедел әрекет ету жоспарына сай ішкі істер, қылмыстық атқару жүйесі, төтенше жағдайлар департаменттерімен және ерекше қорғалған нысандардың әкімшіліктерімен бірлесіп түрлі шаралар өткізді. Антитеррор жоспарына сәйкес ұлттық қауіпсіздік комитетінің антитеррорлық бөлімдерімен ұжымдаса отырып, 300-ге тарта жедел тактикалық оқу жаттығулар ұйымдастырылды. 2018 жылдың 22 мамырында Бүркіт арнайы мақсаттағы жасағының жауынгерлік және әдістемелік орталығының базасында ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына қатысушы елдердің арнайы мақсаттағы жасақтарының бірлескен Кобальт 2018 халықаралық арнайы тактикалық оқу жаттығуы жоғары нәтижемен аяқталды. Скажу честно, я много наблюдал подобных учений. Такое увидел, хорошее такое увидел впервые. Нарезай! Нарезаю! Четвертый чисто! Кого-то мои! Успешному проведению учений во многом способствовала большая организаторская работа всех заинтересованных министерств и ведомств Республики Казахстан. Особенно надо отметить роль штаба Национальной гвардии государства и лично главнокомандующего гвардии. Арнайы мақсаттағы жасақтардың арнайы операцияларда әрекет етуін жетілдіру үшін заманның жосығына сай жаңа қару-жарақтар, оптикалық және электронды оптикалық құралдар сатып алынуда. Антитеррорлық қорғанысты арттыру мақсатында 2017 жылы әскери бөлімдердің арнайы қалашықтарына ұлан күзеті техникалық құралдар жүйесінің мамандандырылған кешені орнатылды. Сонымен қатар ұлттық ұлан қорғауындағы нысандарда түн 12 МК техникалық күзет құралдары дейтін жаңғыртылған жүйе қосылды. 2009 жылдан бастап арнайы көліктер, бронды техниканың Тигр, Федерал және Урал ВВ сынды жаңа түрлері келе бастады. 2011 жылдан бері Семаз акционерлік қоғамы көлік зауытының Урал белгісіндегі автокөліктері сатып алынды. Мұның барлығы отандық қорғаныс өнеркәсібі кешенінің дамығанына, яғни мемлекет басшысы қойған тапсырмалардың орындалып жатқанына дәлел. 2018 жылы негізгі басымдықтарының бірі болып саналады. Осы орайда мемлекет басшысының жарлығымен 1900мамандары даярлана бастады. Ұлттық ұлан қолбасшылығы қол жеткізген келісімдердің нәтижесінде 2003 жылдан бері Ресей Федерациясының, ал 2013 жылдан бері Беларусь пен Түркия республикаларының жоғары оқу орындарында
қазақстандық офицерлер білім алып жатыр. Халықаралық байланыстың көкжиегі кеңейіп келеді. Қазір ұлттық ұлан әлем елдерімен әскери ынтымақтастықты арттыруда. Атап айтқанда, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына және Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттермен әріптестік алды. Сондай-ақ Түркия, Қытай, Әзербайжан, ақш, Франция елдерінің әскери күштерімен де тығыз байланыс орнаған. Ұлттық ұлан жауынгерлердің дене шынықтыру дайындығына ерекше назар аударады. Әскерде жекпе-жек ұрыстан халықаралық жарыстар мен әскери қолданбалы және бұқаралық спорт түрлерінен біріншіліктерді ұйымдастыру дәстүрге айналған. Ұлттық ұлан спортшылары әлемдік деңгейдегі жарыстар мен турнирлерде спорттың әр түрінен үздік атанып, өздерінің мықтылығын әлдеқашан дәлелдеді. Мақтанышпен айтуға болады, 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен 31-ші жазғы Олимпиада ойындарында қазақстандық атлеттер алға озып, жеңіс тұғырынан көрінді. Ұлттық құрама сапында ұлттық ұланның 25 спортшысы болды. Олар 8 спорт түрінен бап пен бақ сынап, қоржынға 6 медаль, яғни 1 алтын, 3 күміс және 2 қола медаль салды. Бұл барлық жүлденің 35%. 2016 жылы ұлттық ұланның имидждік сипатын қалыптастыруға негізделген 2017-2019 жылдарға арналған арнайы бағдарлама қабылданды. Оны іске асыру барысында ұлттық ұлан тарихында алғаш рет 6-шы бекет деп аталатын көркем туынды түсірілді. Атаулы фильм жастарды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеуге және терроризм мен экстремизм көріністерін болдырмауға бағытталған. Сондай-ақ ел жүрегі елордада ән-би ансамблінің гала концерті дәстүрлі түрде өткізілді және әскери керней деп аталатын оркестрлер арасындағы халықаралық байқау ұйымдастырылады. Тәуелсіздік жылдары елбасының жарлығымен міндеттерін адал атқарып, батылдық пен ерлік әрекеттерге барған 170-тен аса әскери қызметші мемлекеттік наградалар алды. Олардың ішінде 50-і ордендермен марапатталса, полковник Қайрат Үмбетовке халық қаһарманы атағы берілді. Алаш әскері Қасымхан дәуірінен кейін дәл бүгінгідей қуатты болған емес. Бұл қирандыдан ел түзеп, тар кезеңде жол тапқан қазақ деген ұлтты әлемдік аренада алпауыттарға сенімді серік еткен сарабдал саясат пен тұғырлы тәуелсіздіктің жемісі.